Алло. Амансың ба қарындас? Я, жақсы мен. Серікжан Біләшұлы ғой. Я. Сіз жаңа WhatsApp сообщение жазып екенсіз. Соған хабарласып отырмын. Я. Сізге алдыма барғам, сізге хабарласшы. Ау. 3 күннің алдында ғой деп сізге барғам, сосын кезіге алмай кеттік. Ана офистеріңіздің точный адресін білмейді. Телефонда сағылсын, телефонда ешқап кезіге алмай қалдық. Офис ана Көкбазардың арты. Я, сол жерге бардым. Мақатаев көшесі 47. Я, бардым соған. 321 бөлме. 321. Оң жақ кіргеннен оң жаққа бұрыласыз, баспалдақ 3-ші қабат 321. Сіз ана Қытайда лагерде қанша уақыт болдыңыз? Мен 2017 10 айдың 14-нен бастап 2018 9 айдың 23-не дейін болдым. Ойба, 11 ай. Я. Қай жерде? Мылқыда. Не себепті? Не деп қылмыс артты? Жаласы не? Шүйің WhatsApp рәнжен. Шүйің WhatsApp рәнжен дейді? Сен әгі мұна жақтағы апайыңның телефонын пайдаланған қыз емессің ба? Бір қызге болсын, ұлқыдан бір қыз кеп сөйтіп арыз беріп. Емес, мен өзім бұрын Ошаққа келіп жүретін, өзім жекелей сауыт істейтін, Қытайдан өзім компания құрғам киім-кешек тігетін. Сосын әкешем 2015 Ошаққа көшке алған, сосын мен келіп жүретін. Сонда 2018 жылы 8 айдың 20-сы, 8 айдың 2-сі осы шекарадан кеттім, содан кейін барған жолында телефон тексерді. Сол кезде осы жақтан телефон Samsung Ошақтан алған, мен Galaxy жетім. Зүдейрен деді ғой негізі. Ол WhatsApp... Бірақ мен өзім істетіп ашқан жоқпын да. Бірақ та ана телефон Ошақтікі ғой. Galaxy 7, соның ішінде Зүдейрен деді екен. Ол енді сен WhatsApp'ты тіркегенде жоқсың, қолданбайсың. Ол Samsung'ның өзінде бар, Samsung Galaxy 7-ның өзінде бар программа ол. Ол проблема емес, сен кіргеннен кейін осы деді ғой, істетпедің не, істеттің не, кірген соң сол деді ғой. Бастапта біз ешқандай сұраққа тартқаны жоқ, ештеңе жоқ. 6 айдан кейін барып, ішінде бір қатар әлгі таңқуа қыла бастады. Сол кезде ғана мен үйіңді айтыңдар дедім, не үшін отырам мен деп. Басында неше рет қасарыстым мен соғыс ішінде. Қара түрменің ішінде 12 күн жаттым. Қара түрмеде 12 күн. Есік терезесі жоқ. Иә. Ойбай, ұрды ма? Ұрып бұлай неған жоқ. Бірақ та мен андай өзім соғыстым қолым. Қытайдағы өзінің заңын өзіне алып шығып сөйлеген кезде маған ештеңе айта алған жоқ. Бастапта менің әкем Даңян ғой, бір қыстақтың шужиы. Сосын әкең айткен бүйткен анау дейді. Әкемнің қатысыменен барма депші. 15 жастан кейін мен қай ел мен қай мемлекетте тұрамын. 15 жастан кейін әкемнің қателігін мен көтеретін заң Қытайдың қайсы заңында бар екен деп заңдар бірақ ашып өзіне тастаған кезде емес екен деп қайталап егіліп мені ешкім сұраған жоқ па тастағаннан кейін біздің қыстақтың ауылдың кадрлары да сұраған жоқ. Кейін барып сол 5-6 айдан кейін WhatsApp істеткенсің деді, одан бір түнде тұйықсыз алып шықты Қазақстанда мені Янгонманда жаттым мен. Қалай ба? Янгонманда тұрдым. Янгонман? Ол не деген сөз? Янгонман деген аны орта дәрежеде. Янгонман. Иә. Қатаң басқару класы. Иә. Ол қанша уақыттан кейін шықтың оған? Ол мен кіргеннен сода жүрдім. Кіргеннен соған қамады. Ал саудаң тоқтады 11 ай. Иә, мен өзім жеке компанияны Күнекей деген марка алғамын. Бейжіңнен тастықтатқан бүтін ұбайлармен жұмысты жеңі бар қолсы құрғам ғой. Қолында 30 адам болған. 30 адам істетесің. Компанияны қай жерде тіркетіп едің? Мұқының өзінен тіркеткен. Өзінде. 5 миллион регистрацияны фонды бар, е? Иә. 5 миллион юан дегенің енді... Ой, 5 миллион деген, в общем, 1 миллион долларға жуық ақша екен ғой. Енді компанияң банкрот болды. Оның сыртында менің зауытымның өзінің ішінде бастадым, маған құрған кезде 24 машина берген ғой үкімет. Құранды.
темірін ғана берді да, басын ғана берді. Оның ішкі запчастарын бәрін тоқтап, сол жерде пешін бәрін құрап отыр енді. Кәдімгідей 5 айдан артық уақыт енді ақшамды кәдімгі өндіре бастаған кезінде кіріп кеттік қой. Ол кезде алып заказында көп болған. Әуелі бір 100 мың яндағы материал алып тастағам ішкерден Қытайдан. Соны бірақ деген мен кеткен соң бәрі алып кеткен ғой, ұрлап, өкімет алып кеткен, ана маған берген 24 машинемен қосып менің өзім 2-3 машинемді алып кеткен. Сен осы туралы құжаттарың... Одан кейін оның сыртында аға ол енді проблем емес, соны жапқандай болды қой, бірақ та мен шыққаннан кейін мен алдындағы бізге шуаңе дайкуан дейді ғой, білесіз ғой? Иә, шуаңе дайкуан, иә, кәсіп жарату кредиті. Иә, шуаңе дайкуанды мен 2016 жылы маған 2 жыл өсім сыйлық берді. Сосын 1 жылға жетпеген уақытында қамалдым ғой мен алғаннан кейінші. Соны шыққаннан кейін өсіммен қосып төлетіп, қазір соны осы жаққа келіп алып құйып жатыр. Қанша алып едің? 70 мың алған мен Қытайдан кететін кезде мен 10 қанша мың құйдым, өсіммен қосып 30 мыңдай құйып кеттім. Енді қалған 57 мыңын қазір тауып құйып жатырмын өсімнің сыртында. Әкем мен үлкен әкемді тәмбо қылып алып қалды. Екеуі өкіметтен мұғалім мектепте. Ал тубаста ол кредитті саған өсімсіз деп берген, е? Өсімсіз. Онан кейін оның сыртында мен Тяньжинге барып оқу орайы Тюринху Чуаңе деген атақ алған. Одан кейін қазақ халық қолөнершілер ана дәстүрлі мәдениет дейді ғой, ұлттық милләттік мұраны қорғау төрайымы деген атағын алғанмын. Соның бәрін нөл болды ғой. Соның артында мен Тяньжиннен барып 6 айлық курс үйреніп, одан кейін келгеннен кейін 300 мың өкіметтің андай тоқтама қаражатын беретін болған. Соның тоқтамына дейін жанып, соны бітіріп болып, дайын енді жүремін деп жатқан ғой 11-20-сы. Сонда мен 14-ті кіріп кеттім ғой. Кіріп кеткен жоқсың, ұстап сені қамады. Иә. Кіріп кеттім деген мен кірейінші деп өзің бісміллә деп кірсең кіріп кеттім дейсің. Сені қамады ғой, е? Иә. Ештеңе айтқан жоқ, бір түнде ғой мен кәдімгідей бір 20 мыңның заказын алып алғам, соны бітіріп, машинаның артына басып қойып, ертең барып өткіземін деп бір күн демалып алайыншы деп емеге телефонды сөндіріп қойып, ұйықтап ғой, таң атқанша мен туыс-туғанымды іздемеген адамға маған мені таппаған, менің үйімнің сыртын күзеткен таң атқанша сақшылар. Ертесін таңертең телефонымды ашсам келіп қойды деді ғой. Машинамен келіп та жерін алып кетті. Апарып тағы түрменің көзірді салды да қара түрмеге басып кірді ғой. Ештеңе айтпай. Қай жылғысың? 92. 92. Ат жөнің кім? Нұрдыбай Дина. Нұрдыбай Дина. Онда кім Дина, сен онда ертең кел офисқа. Офистің адресін білдің ғой анық, е? Иә. Мақатаев 47, партнер бизнес орталығы 321 бөлме. Мешіт десең де біледі, көк базар десең де бәрі біледі ғой алма. Қашан келдің Қазақстанға? Мен биыл 5 айдың 4-і келдім. 5 айдың 4-і. Ана дайкуанды бітірмей қойып, өкімет қол қоймай қойып, осылай шыққанға қол қойып бермей. Сонымен соңында әкем ауру болды, қамбасынан өлгелі жатыр екен. Сосын көңілін сұрап қайтайын деп, өзім ауыраяқ болдым. Балам, мен шығасап, түрмеден 9 айын жүрміш шықтым ғой, 12 айын жүрміш той жасадым. Қазір одан кейін осы жаққа келіп босандым, баламды 7 айын жүрміш. Құтты болсын, бау беріп болсын. Қазір 6 ай болды. Түрмеден шығасап 3 айдан кейін үйлендің, е? Иә, шығып 2 айдан кейін. 2 айдан кейін. Жақсы. Күйеуің де келді ме осы жаққа? Иә, келді. Болды. Менің 30 адамның бүткіл ана серіктіктің нәрселерінің бәрі өз қолында емес қазір. Соны алып барам ба деп сөйлесіп отқам ғой. Арыздансаң ала аласың. Дәл мұна шешім. Қолында қорғаста менің ана гүлсінің несі болған ана. Компанияның бұғалтыры. Бұғалтыр артында маған серіктікті біреу өткірмелеп алатын болды. Соған құжаттарымды берсең дегенен соған ұстап кеткем ғой. Сосын артынан өткірмелемей қойыңыз, ештеңе алмай қойыңыз, ана материал беріп деген соған
қазір беретін адамның сәл тайны болмай тұрса ертең біреме жоқ, ана вишинге түсірсін де вишинмен саған суретін жіберіп берсін. Сол суретінің өзімен арыздана бересің. Мен әсіл қолымда дайын материалым, бірақ толық болатын ғана таңбаларыма дейін бәрі толықшы. Ал ана оны сен тіпті болмаса біреуді МСПСке кіргізіп, анау МСПСке кіріп бере салса да болады ғой. Соны ертең сөйтейін деп тұрмын. Алдында сізге бардым да, сон кейін келген соң хабарларыңызды көрдім дағы. Не болса дайындықпен бару керек екен деп ойлап соны ойластырып жатқам ғой. Алдыра алмай отырмын, сон 2 күннен бері хабарласып отырмын. 2 күннің алдында сіздерге барып қайттым ғой сол жерге. Гүлжан тәткен телефон сөніп қалып, сол бет офистарға тұрамай қалдым. Сол жерге барып қайттым ғой. Жақсы, онда күтеміз сені. Жарайды, жақсы.